это как какая-то классическая галерея. Как. Махамбетова Ахмарал. Бекболатова Құралай. Адамзат баласы менен іспеттес қой табиғат. Басында осы көктемдегідей бүршік атып, одан кейін жапырақ салып, гүлдеп, одан кейін жемісін береді, одан кейін барып сол жемісінің нәрін алады адамзат баласы. Он прекрасно все это организовал. Организовал все эти международные встречи со всех стран. Связи взаимосвязанные с Германией, с Россией, с Китаем, это тоже его заслуги. Суретші педагог болу оңай емес. Өнер ол да үлкен бір сабақ бергеннен бірге кем артық болмаса кем емес. Әрі ұстаз боласың, әрі суретші боласың, әрі семьядағы семейный не болады. Ал енді суретшінің құдіреті сол, бұл тілсіз, құлақсыз, көзбен көріп, ішкетеді, көзбен көрден ішкетті деп абай айтқан, көзбен көресің, аудармашының керек өшіктің шүкілердің керегі жоқ, көзіңе қойып береді, біреуі музыка, құлақпен естейтін, біреуі көзбен көретін. Қалғандарға әлі ағылшынша, польшаша, орысша аударма қажет жоқ. Біз мектептегі оқушыларды дарын, ман деген кіші ғылым академиясына дайындаймыз. Амалсыздар, жақсымысыздар. Здравствуйте, дорогие студенты. Сегодняшнее мероприятие действительно посвящается весне. Сегодняшнее мероприятие посвящается юбилярам Ивана Михайловича. И эта выставка посвящается преподавателям. Кішкене болса да қиын. Әрі сабақ беру, әрі сурет салу. Оңай емес. Сондықтан таза мастерскойда отырған художниктер емес біз барлығымыз. Әрі көп шаруа общественный жұмыс. Сондықтан анда-санда природаға шығып этюдтарын көріңіздер, ескеңіздер, қараңыздар деген сияқты. Құрметті қонақтар, ұстаздар, мектептен келіп жатыр. Содан кейін осы жердегі профессор оқушылар құрамы, студенттер. Бүгін мына көктем лебі деген көрмені біз 2008 жылы алғаш ашқан едік. 2008 жылы Байбрат Ермағанбетович декан болып отырғанда мені шақырып, сіз академиялық жеміс кафедрасының меңгерушісі дейді. Мен ол жұмыста деген ғой, менің үстіме приказ шығарып қойыпты. Содан енді келгеннен кейін балаларды қай жағында болады деді. Содан Мырзахметов деген Бақытқан деген азамат бар еді, маған айтады. Осы кафедрада көптеген мұғалімдер жұмыс істейді. Бірақ 4-5 ғана мұғалім осы көрмелерге қатысады республикалық деңгейде. Басқалар неге қатыспайды дейді. Содан мен Бақытқанға айтамын, маған біраз уақыт бер, сол мұғалімдердің бәрі көрмеге қатысатын жерде болады. Содан барлық мұғалімдерге мен міндеттедім. 2 жұмыстан көрме қоясыздар. Егер сіз студентке сабақ беретін болсаңыз, студентті қысқы сессия, жазғы сессия кезінде оларды талап етіп баға қоятын болсаңыз, ал енді сіздер студенттердің алдында есеп берулеріңіз керек. Жылына 1 рет. Содан атын қалай қоямыз деп, көктем лебі деп ат қойып, 2008 жылы басталған дүние 2010 жылы бірінші көктем лебі көрмесін ашқанбыз. Ол 1-2 жыл сол кафедраның деңгейінде болды. Содан кейін ол факультет деңгейіне шығардық. Содан кейін республикалық, яғни мектеп мұғалімдерін қоса бастадық, ардагерлерді қоса бастадық. Содан ол республикалық деңгейге жеткіздік. Бүгін оны халықаралық деңгейге жеткізіп отырмыз. Бүгінгі күнде
Ресей, Қытай, Түркия, Өзбекстан сияқты мемлекеттерден 32 мұғалім оқытушылар, ұстаздар, суретшілер қатысып отыр.